Ана мейірімі. Алыста ауылдардың бірінде, әрқашан жаңа піскен нан мен райхан гүлінің иісі аңқып тұратын берекелі бір шаңырақта бір әйел өмір сүрді. Ол тек үй бикесі ғана емес, сол отбасының шуақты күні еді. Оның 3 қызы бар еді, бірінен бірі өткен сұлу, бекзат, бейне бір жаңа ашылған 3 гүл секілді. Бұл ана үшін балалары өмірінің бір бөлшегі ғана емес, бүкіл болмысының мәні болатын. Әр таңда күн қарлы шыңдардың артынан қылаң бергенде, ана әлдеқашан аулада іспен айналысып жүретін. Ол қыздарының таза әрі жинақы ортада оянғанын қалайтын. Қыздар көздерін аша салысымен ең бірінші болып анасының нұрлы күлкісін және шаштарын тарап жатқан мейірімді қолдарын көретін. Ана олардың әрқайсысына ерекше махаббат пен қамқорлық жасайтын. Егер қыздарының бірі сәл жөтелсе немесе қабағы шытылса, ананың жаны жай таппайтын. Ол ұйқы мен асты ұмытатын. Ауыл адамдарының есінде бір оқиға сақталып қалған. Бірде ана қызының дертіне дауа табу үшін түн ортасында нөсерлеп жауған жаңбырдың астында көрші ауылға дәрігер іздеп жүгіріп кеткен еді. Ол дәрігерге және шипадан үміт берген әрбір жанға жүгінетін. Ол аналық мейірім тіпті ажалдан да үстем келетініне сенетін. Отағасы да мұндай жары болған үшін өзін өте бақытты сезінетін. Ол тек балалардың анасы ғана емес, сонымен бірге күйеуінің ақылшысы мен сүйеніші де еді. Бірақ бұл бақыттың артында бір қара көлеңке жасырынғандай көрінетін. Ана кей-кейде алыстарға телміріп, ауыр күрсінетін, бейне бір жүрегі бірдеңені сезіп тұрғандай. Ол әрбір сәтін перзенттермен мазмұнды өткізуге тырысатын, бейне бір өзіне берілген уақыттың аз қалғанын білетіндей. Тағдыр бейне бір күздің суық желі секілді аяусыз екен. Әрқашан өзгелердің денсаулығы үшін қайғыратын ана күтпеген жерден өзі төсек тартып жатып қалды. Бұл дертке ешбір дәрігер шипа таба алмады. Ол күннен күнге шам секілді еріп бара жатты. Жүзінен нұр қашып, қайратты да ширақ денесі қуаттан айырылды. Анасының күлкісін енді естімейтін кішкентай қыздар, қанаты сынған құстардай, оның жастығының айналасына жиналатын. Анашым, тұрыңызшы, біз сізсіз не істейміз? Дейтін олар жылап. Ол бейкүнә дауыстар ананың бауырын тілім-тілім ететін. Оның сөйлеуге қауқары болмағандықтан тек жанармен ғана жауап беретін. Өмірінің соңғы түндерінің бірінде қандайда бір тылсым күш оған қуат бергендей болды. Ол көзін ашты, жанары тұнықталды. Отағасын қасына шақырды. Сол сәтте бөлмені ауыр тыныштық орнады. Сапарым жақын, деді ол дірілдеген, бірақ нық дауыспен. Бүгін түсімде мені қайтар жолы жоқ бір жаққа алып кетіп бара жатқанын көрдім. Сізден тек бір ғана өтінішім, бір ғана өсиетім мен аманатым бар. Қыздарымды қор қылмаңыз. Ешкімнің оларға қол көтеруіне жол бермеңіз. Оларды өз жаныңыздан да артық қорғаңыз. Ана осы сөздерді айтты да, қыздарына соңғы рет жасқа толған көздерімен телмірді. Бейне бір олардың бейнесін өзімен бірге мәңгілік дүниеге алып кеткісі келгендей еді. Содан соң басын жастыққа қойып көзін мәңгілікке жұмды. Оны жерлеу рәсімі ауылдағы ең қайғылы күндердің бірі болды. Бәрі көз жасын төкті. Әкесі жарының өсиетін орындауға ант берді. Ананың өлімінен кейін небәрі 6 ай өтті. Қабір топырағы әлі кеуіп те үлгермеген еді, бірақ әке жалғыздықтан қажыды. Ол еңбекқор адам болатын, әйелсіз үйді басқару, балаларға қарау мүмкін емес деп ойлады. Достары мен жақындары да оның құлағына, сен әлі жассың, саған әйел керек, балаларға ана керек деп құя берді. Бірақ олар ешкім туған ананың орнын баса алмайтынын ұмытып кеткен еді. Әке көрші ауылдан 2 баласы бар, күйеуінен ажырасқан бір әйелді тапты. Бұл әйел табалдырықтан аттаған күні, бейне бір күн қара бұлттың артына тығылғандай болды. Басында ол өзін мейірімді етіп көрсетті, бірақ бұл жай ғана алдамшы ниқаб еді. Жетім қалған қыздар оған үмітпен қарайтын. Бәлкім, оның жүзінен өз аналарының жылуын іздеген болар. Бірақ жауап ретінде тек суық әрі жат жанарды көрді. Малика есімді бұл әйел тез арада өз үстемдігін жүргізе бастады. Ол өз балаларын жұмсақ көрпешелерге отырғызып қойды. Ал жетім қыздарды ауыр үй жұмыстарына жекті.
Ilgeride mейірім мекені болған үй екіге бөлінді. Сүйікті балалар және жетім қызметшілер. Әке басында әділ болуға тырысты, бірақ біртіндеп әйелінің өткір тілімен ықпалына жығылды. Ол үйде жанжал шықпасын деп, ашықтан ашық жасалып жатқан зұлымдыққа көз жұматын болды. Бұл шаңырақтағы өмір күннен күнге дуалсыз зынданға айнала бастады. Тілі улы әрі аяусыз өгей шеше үйге толық орнығып алған соң, бетпердесін бір жола сыпырып тастады. Ол анасынан айырылған 3 қызды күйеуінің аманаты деп емес, өз балаларының бәсекелесі деп білді. Оның назарында өз балалары ханзада, ал жетім қыздар қызметші еді. Әлі күн шықпаған, суық ауа денені түршіктіретін алагеуім шақта өгей шеше жетімдерді теуіп, айғай сүреңмен ұйқыдан оятатын. Тұрыңдар, арам тамақ жалқаулар. Ауланы сыпырыңдар, сиыр сауыңдар. Мен сендерге қызмет ету үшін келдім бе? Деген айбарлы дауысы бүкіл ауланы басына көтеретін. Үлкені небәрі 10 жастағы бейшара қыздар дірілдеген қолдарымен, ұйқылы көздермен ауыр істерге кірісетін. Өгей шешенің балалары жылы көрпеде ұзақ ұйықтап, оянған соң тәтті тағамдар жесе, жетім қыздар тек бір үзім қатқан нан мен ащы шайды қанағат тұтатын. Өгей шеше оларға нанды тойып жеуге де мұрсат бермейтін. Егер олардың көбірек жегісі келгенін көріп қалса, мұнша көп жейсіңдер, әкелерің қазынашы ма? Деп беттерінен тартып жіберетін. Әкесі жары тірі кезінде қыздарының бір ғана көзқарасы үшін жанын беруге дайын еді, ал енді бейне бір жансыз айкалға айналғандай. Ол қыздарының азып тозғанын, ескі әрі жыртық киіммен жүргенін, үнемі қорқыныш пен үрей құшағында болғанын көрсе де, қарсы келуге батылы бармайтын. Жаңа әйелі қу тілімен оны өзіне сондай бағындырып алған еді. Әке тіпті сөйлеу үшін де одан рұқсат сұрайтын. Ол марқұм жарының өсиетін нәпсінің шаңымен үйдегі жалған тыныштық жолында ұмытып кетті. Қыз өзінің барлық үрейі мен суығын арқалап келді. Қалың қар ауылды басып көшелерді жауып тастады. Әкенің үйіндегі сандал пеш ыстық еді, бірақ ол бәріне бірдей еместі. Өгей шешенің балалары сандалдың айналасында отырып, жеміс-жидек пен тәттілер жесе, анасынан айырылған қыздар үйдің бұрышында, суық үйден үстінде жұқа ғана көйлекпен дірдектеп отыратын. Сол түні өгей шеше бұрынғыдан да қатыгез бола түсті. Ол бір сылтау тауып, қыздарды кешкі астан мақұрым қалдырды. Бүгін кесені сындырдыңдар, демек аш қаласыңдар, деп айғайлады ол, және өзі балалармен бірге ыстық палауды жеуге кірісті. Тамақтың иісі үй ішіне жайылды, ал жетімдердің аштықтан іштері бұрап ауырды. Олар бір-біріне тығылып, жай ғана дауыспен жылап отырды. Әкесі көрші бөлмеде еді, бірақ құлағы ештеңені естімейтіндей көрінді. Қыздар қабырға бұрышындағы аналарының суретіне телміріп қарады. Анашым, қайдасыз? Неге бізді мына залымның қолына тастап кеттіңіз? Деп сыбырлады кішісі. Қарнымыз ашты, анашым. Тоңып жатырмыз. Олардың көз жасы терезе саңлауынан ішке кірген қардың үстіне тамып жатты. Жүректері мұңға толы еді. Бұл көз жасы тек аштықтан ғана емес, шарасыздықтан еді. Олар бүкіл дүниеде ешкімдері жоқ екенін сезінді. Бірақ олар аналық мейірім тіпті топырақ астынан да перзенттерін естейтінін білмеді. Бұл 3 сәбидің зарынан аспан тебіренген еді, түн ортасы ауды. Суықтан көзіне ұйқы келмеген 3 аш қыздан басқасының бәрі ұйықтап жатқан. Кенет үйде ғажайып бір ауа пайда болды. Суық шегініп, бөлмені жұпар иіс кернеп кетті. Ауланың қақпасы майда қоңыр дауыспен ашылды. Содан соң үйдің есігі ешқандай дыбыссыз айқара ашылды, үйге аппақ нұр кірді. Қыздар қорқынышпен орындарынан тұрып табалдырыққа телмірді. Ол жерде бір әйел тұр еді. Үстінде аппақ көйлек, жүзі нұрлы, ал жанары баяғыдай мейірімге толы. Анашым, анашым, деп сыбырлап айғайлады қыздар, өгей шешелері оянып кетпесін деп. Келдіңіз бе? Сіз өлмек пе едіңіз? Олар жүгіріп барып, аналарының құшағына тығылмақ болды, бірақ әйел тоқтаңдар дегендей қолын көтерді. Жақындамаңдар, айналайындар. Оның дауысы күміс қоңыраудай сыңғырлағанымен ішінде мұң бар еді. Маған тиісуге болмайды.
Мен сендердің халдеріңді білу үшін тым алыстан келдім. Осы сәтте қыздарының даусынан оянып кеткен әкесі бөлмеге кірді. Қайтыс болған жарын көргенде, оның қол аяғы дірілдеп кетті. Ол бірдеңе айтқысы келді, бірақ тілі күрмеліп қалды. Ана иләхи қаһармен күйеуінің көзіне тіке қарады. Бұл қарау мың қылыштан да өткір еді, бей, әке, деді рух. Соншалық ташырып болармысың? Отағасы өз перзенттеріне осыншалық аяусыз бола ма? Менің өсиетімді ұмытқаның ба? Алланың қаһарынан қорық. Мына жетімдердің басынан сипа, әйтпесе тозақ оты сені күйдіреді. Өгей шеше де сол сәтте оянып кетіп, бұл көріністі көрді де, қорқыныштан есінен танып қалды. Ана ақырын артына бұрылып, есіктен шығып кетті. Бәрі көшеге жүгіріп шықты, бірақ жаңа жауған қардың үстінде ешқандай аяқ ізі қалмаған еді. Рух қараңғылық қойнауында нұр секілді ғайып болды. Марқұм ананың рухы үй табалдырығында көрінген сол түннен кейін, бұл шаңырақтан береке мен тыныштық мүлдем кетті. Әкенің не түнде ұйқысы, не күндіз тынымы болмады. Көзін жұмса болды, рахметлі жарының нұрлы бейнесімен қаһарға толы жанары көз алдына келетін. Әйелдің Алланың қаһарынан қорық деген дауысы құлағында жаңғырып тұрып алды. Әке тек жарының өсиетін ғана емес, адамгершілік заңдарын да аяққа таптағанын түсінді. Ол қыздарына қарағанда олардың жүзінен тек жетімдіктің табын ғана емес, өз қиянатының іздерін де көретін болды. Енді ол балаларының неліктен мұншалық азып тозып, қорқақ болып қалғанын ұқты. Оның маужырап жатқан ар-ұжданы оянған еді, бірақ бұл ояну рухани азап пен ауыр мұңмен бірге келді. Ертесіне ол ауыл молдасына барып, болған жайтты баяндап берді. Молда оған байыппен қарап, былай деді: өлген адамның рухы тек сол үйдегі зұлымдық шектен шыққанда ғана қайтып келеді. Сен Алланың аманатын қор қылдың. Егер өзіңді түземесең, бұл көлеңке сені өлгенше қуалайды. Тәубеңе келде, жетімдеріңнің басынан сипа, сонда ғана олардың дұғасы сені бұл азаптан құтқарады. Әке 6 ай ішінде алғаш рет үйге келіп, өгей шешеге нық сөйледі. Ол енді әйелінің айтқанынан шықпайтын жасқаншақ еркек емес еді. Марқұм жарының рухынан және жаратқанның қаһарынан қорқу сезімі әйелінің жанжалынан қорқудан басым түсті. Әкенің жаңа әйелі рух қайтқан түні өз көзімен көріп, зәресі ұшқан соң, ауыр рухани күйзеліске түсті. Ол енді анасынан айырылған қыздарға айғайлауға, немесе қол көтеруге батылы бармайтын. Әр кез олардың бірін ұрысқысы келсе, бейне бір желкесінің артында біреу тұрғандай болатын, және өлімнің суық лебін сезетін. Қорқыныш әйелге мейірім мен шапағат үйрете алмаған нәрсені үйретті. Ол енді әкенің өзі қыздарының тамағына мән беріп, оларды жылы жерге отырғызып жатқанын үнсіз бақылайтын. Әйел егер тағы да зұлымдық қылса, марқұм ана бұл жолы табалдырықта емес, ұйықтап жатқанда жастығының астынан шыға келуінен қорықты. Бірақ бұл өзгеріс махаббаттан емес, зәресі ұшқан үрейден туған еді. Оның ішінде әлі де осы 3 сәбиге деген өшпенділік бар еді, бірақ ол бұл сезімін үнсіздік бетпердесінің астына жасырды. Бұл өзгерістерге қайран қалған қыздар енді еркін тыныс ала бастады. Олар аналарының шынымен де өздерін қорғап жүргенін сезетін. Әр түні ұйықтар алдында қабырғаның бұрышына аналарының рухы тұрған жерге қарап, рахмет, анашым деп қоятын жылдар өтті. 3 қыз ержетіп, бойжеткен ару болды. Жетімдіктің алғашқы жылдары тауқымет пен азапқа толы болғанына қарамастан, олар ибалы, еңбекқор және салихалы әйелдерге айналды. Бейне бір аналарының рухы әрбір қадамында оларға жол көрсетіп тұрғандай еді. Әке қартайған шағында істеген істеріне қатты өкінді. Ал өгей шеше қарттық жеткенде ауыр дертке шалдықты. Молшылықтың ішінде өзімшіл болып өскен өз балалары оған қарамады. Ауыр дертпен қиын сәттерде дәл сол анасынан айырылған қыздар оған су беріп, қамқорлық жасады. Бұл тағдырдың ең үлкен қайтарымы және ең жоғары әдеп сабағы еді. Өгей шеше көзіне жас алып, олардан кешірім сұрайтын және сол рух қайтқан түн бүкіл өмірін өзгертіп жібергенін мойындайтын жылдар өзен суындай ағып өтті. Әкенің үйі енді қорқыныш мекен емес, ғибратты қиссалар айтылатын шаңыраққа айналды.
Марқұм ананың қыздарының әрқайсысы берекелі отбасы мен салиқалы перзенттердің иесі болды. Олар сол ғажайып түнді ешқашан ұмытпады. Бұл оқиға олар үшін жай ғана түс немесе қиял емес, ана махаббатының өлмейтіндігінің және Алланың ешқашан мазлұмды, жәбір көргенді, жалғыз қалдырмайтындығының белгісі. Өмірінің соңғы күндерін өткізіп жатқан өгей шеше ауыр халде қыздарға қарап былай деді: мені кешіріңдер, қыздарым. Мен сендерді қорлау арқылы өз балаларымды бақытты етемін деп ойлап едім. Бірақ бүгін көріп тұрмын, өз балаларым мені жалғыз тастап кетті, ал мен зұлымдық қылған сендер қолымнан ұстадыңдар. Аналарыңның рухы шынымен де ұлы екен, сендерді осындай мейірімді етіп тәрбиелепті. Әке де өлімі алдында перзенттеріне тағы бір өсиет қалдырды: ешқашан біреудің өсиетіне қиянат жасамаңдар. Мен үйдегі 2 күндік жалған тыныштық үшін сендердің жандарыңды қатерге тіктім және жарымның рухын мазаладым. Жетімнің ақынан қорқыңдар, өйткені ол ақтауды орнынан қозғалта алады. Бұл қисса ауылда тірі сабаққа айналды. Қашан осы жерде біреу екінші рет үйленгісі келсе, немесе жетімге қатты сөйлемек болса, осы оқиғаны есіне алатын болды. Адамдар иләһи әділдіктің тек ақыретте емес, осы дүниенің өзінде де бар екенін ұғынды.